Әңгіме басталмай тұрып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Бауыржан Момышұлы. Сәбең жарықтық. Сәбең Сәбит Мұханов. Сәбең жарықтық мені жақсы түсінетін. Не айтсам да көтеруші еді. Бірде көңіліне тиіп қалғаным, сасып сұп-сұр болған кезде бетінің шұбары тереңдеп кетеді екен. Әппе деп біраз үндемей отырды да әлден соң: «Әй Бауыржан, Мәриям жеңген қазасып жатыр еді» деді. Әлі піспеген көрінеді. Екеуміз саяхаттап серуендеп кеп соны жейік. Серуенде әлгі тақырыпқа қайта оралмадық. Өзі бір нәрсе бастайтын шығар деп мен де үндемеймін. Көп жерге ұзап кеттік. Сәбең және қылжақ кісі болатын. Арадағы ренішті ұмытайық деді ме, күлкілі әңгімелерді соға берді. Мен күліп қоям. Медеу шатқалына қарай біраз жүріп тастаппыз. Сәбеңнің палатасына келдік. Қазы дегенге жылқының қазысы ма десем, қозының үлкендігіндей үйректің ағайыны, кәдімгі қаз екен. Мәриям жеңгей тамақ әзірлеуге ұста ғой. Шара толы қаздың етін Сәбеңнің алдына қойды. Ол рахаттанып отырып кездікпен қанат, борбайын бөлшектеп турады. Мәриям, Бауыржан екеуміз жақсы әңгімелесіп қайттық деді сосын. Тамақты жақсы жейді екен. Мен шұқылап қоям. Әй Бауыржан, асап-асап же. Сен батырсың ғой. Батырдың ыстық бұламық жегені туралы мынадай аңыз бар, деп соғып отыр. Мен білетін қазақ жазушыларының арасында дәл Сәбеңдей әңгімені қызықты етіп айтатын ешкім жоқ. Тамақтан кейін біраз әңгімелесіп, Сәбең мені жоғарыдағы санаторийге шығарып салды. Жолда: «Бауыржан, бүгін жақсы әңгімелестік» деді. Дауыс ырғағынан мұңайғанын сезіп келем. Серуенде де, үйде де бәрін жуып шаям деді. Мен болсам бедірейіп түсімді жылытпадым. Кенет ах деп күрсінді. Өкініп келе жатыр екенсің ғой шал дедім ішімнен. Обалы не керек, Сәбең сонда мені дұрыс түсініпті. Олай дейтінім, ертесіне өзі кеп тағы мені серуенге шақырды. Әй Бауыржан, біз пәлен жылдан таныспыз. Бірақ та менің байқауымша сен бетің бар, жүзің бар деместен ашық айтады екенсің, тік айтады екенсің, деп 2 минуттай үндемей қалды. Мен жауап бергем жоқ. Сәбең шыдай алмай: «Сен кеше маған қатты сөз айттың. Мен де саған қатты сөз айтам, көтергін. Айтыңыз Сәбе, осынша атағың бар. Тағы да сен атақты ақмақ емессің, білімің бар. Текті жердің баласы екенсің. Көп нәрседен ұғымың бар екен», айқайлап келе жатыр. «Бірақ та сен соны бағаламай жүрген ақмақсың» деді. Сәбе, дұрыс айтасыз. Бүйтіп айтып отырған себебім, екеуміз екі заманның адамымыз дедім мен. Сәбең таң қалды. Менің ұшқан ұям сіздің ұшқан ұяңызға ұқсамайды. Мен сіздің мектебіңіздің адамы емеспін. Менің мектебім басқа. Мен Сәбит Мұханов бола алмаймын. Сіз Бауыржан Момышұлы бола алмайсыз. Сіздің айтқандарыңыздың көбі маған сабақ. Неге десеңіз, сіздің көргендеріңізді көрген, сіздің болған жерлеріңізде болған жоқпын. Ал енді түсіне білсеңіз, сіз де менің көргендерімді көрген жоқсыз. Менің түсінігімше Сәбе, арамыздағы қайшылық осында. Біз сізді білеміз. Бізден бұрын осылай болған екен ғой. Қалай болған екен деп ойлаймыз. Ойлайтын себебіміз, біз ол заманда болған емеспіз. Ал сіз бізді білмейсіз. Білем деп тырысасыз. Саумал сүтке бір қасық ашыған айран араластырсақ, ол ірейді, ұйымайды. Айран дегенді өзіңіз білесіз ғой. Біздің елде шик айран деген бар. Сіздерде қалай екенін қайдам, оны бізде ешкім ішпейді. Біздің елде сүт пісіріп, оны суытып, бір ожаума, жарты ожаума айран ұйытқы салып, үстіне көрпеше, кілембе, орамал ма жауып, үйдің іргесіне қояды. Мұны жатар алдында істейді. Таңертең қазанның қақпағын ашсаңыз, бір елі қаймағы бар ұйып тұрған қою айранды көресіз. Біз соны ішеміз. Ұйытқан айран сіңімді болады. Шик айранды ішіп көрген емеспін. Сіз өзіңіз академиксіз, үлкен жазушысыз.
Сіз сияқты басқаларымыз да бар ғой, оны өзіңіз білесіз. Бірақ та ренжитінім ұйтқылы ұйтқысыз айрандарды осы күнге дейін ажырата алмай жүрсіздер. Айта бер Бауыржан. Айта бергенде Максим Горький шешесінен дана боп туған жоқ. Әрі беріден кейін кәмелеттік аттестаты да болмаған. Қолына таяқ ұстап, күллі Ресейді жаяу аралап шықты. Ол кісінің «Менің университеттерім» деген кітабының аты дұрыс қойылған. Ол өмірден алдым, көрген білгендерімді жаздым деген сөз. Иван Сергеевич Тургеневке тоқталсақ, ол кісі Горький сияқты бір тиынсыз кедей болған жоқ. Дворян, помещик. Ол кісі фаэтонға мініп, не қазіргі машинаға мініп аңға барған жоқ. Жаяу жүрген жоқ. Жолдағы жолыққан шаруалардың, ол кездегі орыс шаруаларын білесіз ғой. Үйіне аялдап, дастархандас болып, дворянство, мыварянство дейсіз бе, бәрін тастап, халықпен қоян қолтық араласып кеткен. Ол өте білімді кісі болған. Бәукең әлденені есіне түсіре алмай қиналып, жалғыз баласын жалғыз көмген жазушының аты жөні кім еді? Ұмытып қалғанымды қараш, деп қолын сермеді. Мейлі, кейін есіме түскенде айтып берермін. Лев Николаевич Толстой, Проспер Мериме, тағы басқа нақты кісілер бай болған. Соған қарамастан халықпен қоян қолтық араласқан. Соны айта келіп, сіздерше, дедім дауысымды көтеріп. Қысы жазы Алматыдан шықпайсыздар. Сәбеңе бұл сөзімде қатты тиді. Бөлмесіне келдік. Мына жаман қайныңмен біраз саяхат істеп рахаттанып қайттық, деді Мәриям жеңгейге. Нендей жағдай болғанын ол кісі түсінген сияқты. Күле қарсы алғанымен үндемеді. Сәбең мені тағы шығарып салды. Қоштасарында, Бауыржан, елге барсаң саған қиын болады, деді, тамағын кеней сөйлеп. Неге Сәбе? Сен қарап жүрмейсің, фікір айтасың. Ал кейбір басшылар фікір айтқан кісіні жек көреді. Ол кісі П дыбысын Ф деп сөйлейді екен. Сәбе, бұл ағалық жанашыр көңіліңізге рахмет. Мен біреулер жек көреді екен деп сүмірейіп үндемей жүре алмаймын. Сен фікір айту үшін жаралғансың, деді Сәбең күліп. Бұл түсінсем маған берілген үлкен баға ғой. Құрметті тыңдарман, осы әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Бұл әңгіме өте қысқа болғанменен, ойлаймын астары өте үлкен деп. Неге десеңіздер, түрлі әңгімелер бар. Яғни бұл әңгіме Сәбит Мұқанов пен Бауыржан Момышұлының арасында болған оқиға. Өздеріңізді білетін шығарсыздар, Сәбит Мұқанов бұл тек қана жазушы болмаған, сонымен қатар үлкен билікте болған кісі, коммунизмге қызмет жасаған. Және Мағжан Жұмабаев пенен арасында біраз конфликттері болған деген әңгіме бар. Мағжан Жұмабаевты талай рет қызметке шақырған, бірақ енді ол кісі сол кездегі билікке бағынғысы келмей, кейбір саясаттарын қолдамағаннан кейін алашордашылардың қатарында болған. Тағы бір әңгіме, Мағжан Жұмабаевты ұстап берген, немесе сол кісінің тұтқындалуына ат салысқан кісілердің бірі Сәбит Мұқанов деген қауесет бар. Оны Бауыржан Момышұлы білсе керек. Неге десеңіздер, сол жорықта жүрген кезде орманда Бауыржан Момышұлы Мағжан Жұмабаевты көрген екен. Бірақ шұғыл шаруасы болып, осында күте тұрыңыз, мен қайтып келемін деп шаруасын бітіріп келсе, Мағжан Жұмабаевты таппай қалған, орында жоқ. Мүмкін соны біліп, Сәбит Мұқановқа біраз сын айтқан шығар деп ойлаймын, Бауыржан Момышұлы. Өйткені айтып жатыр ғой, сіздер Алматыдан ешқайда шықпайсыздар, қымбат көліктерге мініп аңға шығасыздар, бірақ қарапайым халықпен етене араласпайсыздар. Сол үшін сіздер бізді білмейсіздер деп ойымды жеткізе алдым деп ойлаймын. Және бұл менің ойларым нақты факт емес, халық арасындағы әңгіме. Халық айтса да қалып айтпайды дейді. Мүмкін бұл жерде де, бұл әңгімелерде де бір шындық бар шығар. Сау болыңыздар, рахмет.
арнаны қолдап таныстарыңызға жолдап қойсаңыздар, отправить етсеңіздер, өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар және арнаға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.